Саламатсыңдар ма оқушылар? Сабағымызды бастаймыз. Математика пәні жанды табиғат бөлімі. Бірінші сабақ. Тақырыбы мың көлеміндегі сандар. Балалар, жанды табиғатқа нелер жатады? Ойланып көріңдерші қанекей. Бірақ айналамыздағы заттардың көпшілігі адамның көмегінсіз өздері пайда болған. Олар жер, су, ағаштар мен жануарлар, күн, аспан жатады. Оларды бір сөзбен табиғат деп атаймыз. Табиғатымыз екіге бөлінеді: жанды табиғат және жансыз табиғат. Ал енді адамдар, өсімдіктер, жәндіктер, құстар, балықтар, жануарлар. Бұлар жанды табиғатқа жатады. Оқу мақсаты: мыңға дейінгі сандардың құрылу жолын түсінесің. 3 таңбалы сандарды оқу, жазу, салыстыру және қарапайым теңсіздікті шешуді үйренесің. 1000 4 таңбалы санның ең кішісі. Мыңға дейінгі сандар бірліктер класы болып есептеледі. Олардың разрядтары: жүздіктер, ондықтар, бірліктер. Разряд сандардың жазудағы цифрлық орны. Кестеге қарасақ, жүздікте 3, ондықта 0, бірлікте 0-ді көрсеткен. Демек, бұл 300 деген сан. Ал балалар, санның моделіне назар аударайықшы. Мен әрбір жүздікті бір үшбұрышпен белгіледім. Мұнда 3 үшбұрыш. Яғни, неге тең бұл? Дұрыс айтасыңдар, 300-ге тең. Келесі, жүздіктері 3, ондықтары 0, бірліктері 4. Бастапқыдағыдай 3 үшбұрышты алдым. Ал бірліктегі 4 цифрына 4 бұрыш фигураны алдым. Демек, 304 санның моделі. Келесі, жүздіктері 3, ондықтары 4, бірліктері 5. 300-дік 3 бұрыш 4 цифрына 4 бұрыш фигураны алдым. 5 цифрына 5 бұрыш фигураны алдым. Сонда 345 деген сан шықты. Балалар, өздеріңде осылай санның моделін құрастырып көріңдер. Жарай ма? Мына сандарды оқы және геометриялық фигураларды пайдаланып санның моделін құр. Мұнда 756 саны. Яғни 700-дікке мен 7 үшбұрыш алдым. 5 ондыққа мен әрқайсысына 1-ден 4 бұрыш алдым. Және 6 бірлікке тағы да келесі фигураның 6 алдым. Ары қарай 325, 500, 402 сандарының моделін сендер құрастырып көріңдер. 3 таңбалы сандарды салыстыру ең үлкен разрядтан басталады. Балалар, 4-ші тапсырмадағы сандарды салыстырып көрейік олай болса. 742, 427 саны. 742-нің жүздігі 7, 427-нің жүздігі 4. Демек, бұл жағдайда
қай жағы үлкен деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. 742 саны үлкен. Келесі 331 саны және 312 саны. 331 жүздіктер саны бірдей болғанымен, ондықтар бір-бірінен үлкен. Мысалы, 3-тен 1 үлкен. Сондықтан біз мұнда 331 санының үлкен екенін көрсетеміз. 504 және 405 сандарын салыстырамыз. 500-дік 400-діктен үлкен. Демек, 504 үлкен. Келесі 401 және 410 сандарын салыстырамыз. Жүздіктер саны бірдей болғанымен, ондықтар үлкендікті көрсетіп тұр. Демек, 401-ден 410 үлкен екенін аңғардық. Дұрыс айтасыңдар. 6-шы тапсырмада әрбір жағдайда белгісіз сан қандай мәнге ие болуы мүмкін? Ойланайық. Белгісіз сан X-пен белгіленген. Үлкен 12-ден. Белгісіз сан үлкен 12-ден. Қандай сандар болуы мүмкін? Ойланып көріңдер. Дұрыс айтасыңдар. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ары қарай былай кете беруі мүмкін, Жарайсыңдар. Келесі белгісіз сан кіші 12-ден. Ал ойланамыз. Белгісіз сандар қандай сандар екен? Дұрыс айтасыңдар. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 және 1. Бұлар нақты 12-ден кіші сандар. Жарайсыңдар балалар. 7-ші тапсырманы өз бетіңше орындап көр. Ал сабағымыздың қорытынды тапсырмасы ретінде төмендегі сандардан 3 таңбалы сандар құрастырып көр. 4, 6, 9 сандары. Қандай 3 таңбалы сандар құрастыруға болады? Ойланамыз. Жарайсыңдар. 469 саны. Келесі санды ойланамыз. Жарайсың. 649 саны. Келесі қандай сан бар екен? Дұрыс айтасың. 946 саны. Осы сандардың қатарына бір сандардың өздерін қосады деп сенемін. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабаққа белсене қатыстыңдар. Үйге тапсырма. 6-шы беттегі 8-ші есеп. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Сау болыңдар.